Тарс еткен дауыстан анадай жерде пәуескеге жегулі тұрған аттар селк ете қалды. Табиғатынан үркек жануарлар ғой. Оқты бірінші болып мұның қарсылас атты. Бар жоғы 8 адым ғана қашықтыққа дейін келіп, тапаншасының шүріппесін баса салды. Сұмпайының оғы мұның оң бүйірін тесіп өтті. Оқ тигеннен жаны шыға жаздап шыңғырды. Қара өзеннің жағасындағы кішігірім ағаштары сиреп қалған дача жаңғырып кетті. Жан даусы шыққан бұл жерге аударылып түсті. Дүние көз алдында шыр айналып бара жатты. Адамның кеудесінен жаны шығарда дүние осылай шыр айналады екен ғой. Көзі қарауытып, жаны қиналған күйі талықсып кетті. Оқ тиіп талықсып кеткен басқа емес, әйгілі Пушкин болатын. Секунданттар жер жастанып құлаған ақынның жанына жан дәрменімен жетіп келді. Жоқ, кеудесінен жаны шықпапты, тірі екен. Дереу есін жиып басын көтерді. Тек оң бүйірін әлде бір ғаламат қарып бара жатты. Мұны атып салған бұйрабас Дантес те бұған қарай жүгіріп келе жатыр еді. Қайт артқа, орныңа бар, сені атып салуға шамам жетеді, деді Пушкин бар күшін жиып, ышқынып. Дантес дереу кері шегінді. Енді қалайда бұл атуы керек. Дуэльдің тәртібі солай. Бір адам қатарынан 2 рет аталмайды. Жаны қиналып, ыңырсып жатып, тапаншамды әпер, деп тістене дауыстады. Секунданты жетіп келіп ұстата қойды. Тапанша түгіл өзін-өзі әзер игеріп жатқан ақын сол қолымен жерді тіреп, қаруды оң қолына зорға дегенде оңтайлады. Бойында қалған бар күшін жинады да, тас лақтырым жерде дір-дір етіп, мұның әр қимылын бағып, үрейленіп тұрған Дантесті көздеп тұрып, шүріппені басып қалды. Келесі сәтте Дантес жерге құлап түсті. Бұдан арыға шамасы келмеген Пушкин тапаншаны лақтырып жіберді де, өзін-өз жерге етпетінен тастай салып, өзі жарақатымен әлек болып кетті. Дантес оң қолынан жеңіл ғана жарақаттанды. Дуэльге шыққан екеуі 2 жерде домалап, ойбайлап жатты. Пушкинді құралайды көзге атқан мерген деседі. Бірақ ол адам өлтіре алмайды. Жүрегі нәзік, қаны шер емес, ақын ғой. Сол себепті де жай жарақаттап қоя салған дейді білетіндер. Қаланың ішінен басталып, қаланың ішінен бітетін де өзендер көп емес. Санкт-Петербургте ұзындығы бар жоғы 8 шақырымға ғана жететін атақты Неваға барып құятын Қара өзен бар. Аты солай, Қара өзен деп аталады. Пушкин мен Дантестің дуэлі тап осы Қара өзеннің жағасында, коменданттар саяжайында болған. Пушкиннің Моцарт пен Салерий атты туындысы бар. Күншілдікті бейнелейтін. Теңдессіз талант күншілдіктің құрбаны болады. Моцарттың өліміне Салерийдің де қолы бар. Пушкиннің өзінің тағдыры да кейіпкерінің кебін құшты. Оны өлтірген Дантес болса, өлтірткен мүлдем басқалар тұғын. Олар Пушкин мен Дантестің қырғи қабақтығын керемет пайдалана білді. Олар дегеніміз Пушкин мен замандас тобыр ақындар. Өздерінен әлде қайда жоғары талантты Пушкинді күндейтін тобырлар. Француз ақсүйегі Жорж Дантес Пушкиннің туған бажасы еді. Дантестің оның өміріне келіп келігуі Пушкиннің әйелі мен Дантестің арасындағы өсек өрттей қаулап, өзара кектесуге айналды да, ақыр соңы екеуі бірін-бірі атып тынды. Өсекті өршіткен де сол тобырлар, өтірік ақындар. Бұл 1837 жылғы 8 ақпан болатын. Арада 2 тәулік өткен соң 14:45-те Пушкин ауыр жарақаттан қайтыс болды. Көзін жұмар сәтте кітабын алдыртып, кеудесіне қойдыртыпты деседі. Осылайша өзінің өлеңдерімен, поэзиясымен қоштасқан. Ол небәрі 37 жаста еді. 10 ақпан Пушкин қайтыс болған дата. Бұл оның өміріндегі 21-ші дуэль болатын. Кейін осы дуэль болған жерге Пушкиннің ескерткіші тұрғызылды.